A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, құрметті мұсылман жұртшылық. Бүгін ораза тақырыбынан екінші тақырыпты жалғастырамыз. Екінші тақырыпта ниет қалай жасалыну керек, сол тақырыпты ары қарай бастайтын боламыз. Имам Аш-Шурумбули өзінің осы Нурул Дарх кітабында айтады: فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيها وما يشترط. Демек, ниет оразада екіге бөлінеді екен. Бірінші ниет түннен бастап ниет қылу керек дейді, таң атқанға дейін. Екінші ниет түске дейін, сәске уақытына дейін. Қайтарылған уақыт бар, ортаңға бесінің алдындағы, сол уақытқа дейін ниет ету керек болған уақыт болып бөлінеді екен. Ал енді ниетті тағайындау, яғни сол оразаның түрін арнайы айту шарт емес ниетті де болады дейді. Ол арнайы айту шарт емес ниет, және сонымен қоса түннен бастап ниет қылу шарт емес. Ниеттің түрі қандай десе, ол Рамазанды өтеу дейді. Яғни Рамазанның күні келді, біз ертең, мысалы, ертең Рамазан дедік, бірақ ертең Рамазан екенін ұмытып кеттік. Ұйықтап қалдық та, күн шығып кеткеннен кейін ояндық. Күн шығып кеткеннен кейін ояндық, сол кезде Рамазан екендігін білдік. Бірақ не істеген жоқпыз? Оянғанға дейін, сәрес уақыты өткеннен кейін, таңғы уақыт кіргеннен кейін ешқандай жеп ішкен жоқпыз. Мұны осы жағдайда біз не істей аламыз? Ораза ұстауға ниет еттім десек, жеткілікті екен. Яғни Рамазан деп айтудың қажеті жоқ екен. Әлбетте айтсаң жақсы, бірақ Рамазан деп айтпасаң да, Рамазанның күнін жаңағыдегі ораза ұстауға ниет еттім десең жеткілікті екен. Сосын бұл Рамазанның оразасын демек не істеуге болады? Қайтарылған уақытқа дейін, бесінге 40 минут уақыт қалғанға дейін ниетін жасай беруімізге болады екен. Ораза ұстадым деп ниетін жасай беруімізге болады екен. Сол сияқты жаңағыдегі уақыты белгілі нәзір оразамыз бар. Нәзір дегеніміз Алла үшін осыншы пәленше күні, осы числода, мысалы айтайық, 1 апрельде дейік, нәзір қылдым деп біреу айтады. Нәзір қылдым деп біреу айтады. Енді сол 1 апрель күні жаңағыдегі сәресіге ұйықтап қалып жатса да, күндіз оянып ниетін жасай береді екен. Таңғы уақытында ниет қылмаса да, ниеті жүре береді екен. Осы уақыты белгілі нәзір оразасына. Және нәзір деп айтудың қажеті жоқ екен. Ораза ұстауға деп жалпы ниет қылса да, сол нәзірінен өтелінген болып есептелінеді екен. Рамазанның оразасы сол сияқты. Ораза деп айтса болды, Рамазаннан болып есептеліне беретін сияқты, нәзірде осылай екен. Уан-нафл. Келесі, яғни жалпы оразаға деп ниет қылса, болды, жеткілікті болған ораза, бұл нәфіл оразалар. Нәфіл дегеніміз дүйсенбі, бейсенбі бар, айдың ортасындағы оразалар бар. Сосын, мысалы, Ашура оразалары бар. Кез келген сүннет нәфіл оразалар. Демек, не істелінеді? Ниеті сол қайтарылған уақытқа дейін жалғасады, түскі. Содан кейін жалпы оразаға ниет қылсаң, сол ниет қылған дүйсенбі оразаң немесе басқа да оразалар, мысалы Шауал айының оразасы болуы мүмкін. Оларған ниет қылып өтелінген болып есептелінеді. Енді осы оразалардың түрінде айтады: Бұлар жаңағыдегі түлді түннен бастап, сол күннің түнінен бастап, күндіздің жартысына дейін, яғни қайтарылған уақытқа дейін жалғасады дейді. Қайтарылған уақытқа дейін жалғасады. Ал енді күндіздің жартысына дейін жалғасады дегені, күндіздің жартысы ол таңнан атқаннан бастап үлкен дақуаға дейін, яғни духа уақыты сол үлкен дақуаға дейін болып есептелінеді дейді.
Ол үлкен уақыт дегеніміз былайша айтқанда не болады, қайтарылған уақытқа дейін екен. ويصح أيضا بمطلق النية وبالنية النفل. Мұны осы айтылған үш оразамыз, Рамазанның оразасы, уақыты белгілі нәзір ораза, және де нәпіл оразаларымыз, сол арнайы сол қай нені оразаны ұстап жатыр, сол оразаны ниет қылумен дұрыс болады, немесе жалпы нәпіл деп ниет қылса да дұрыс болады дейді. Мысалы, Рамазанның оразасын ұстап жатыр, мен нәпіл ораза ұстауға ниет қылдым десе, ол ниеті де Рамазанға есептелініп кетеді дейді. Бұл неге десе, өйткені Рамазан өзінен басқа оразаны қабылдамайды. Рамазан өзінен басқа оразаны қабылдамайды. Енді Құдай сақтасын, әдейі мазақ қылып істемеу керекпін. Бұл өте ауыр нәрсе. Өзі дінне мазақ қылу адамды, Құдай сақтасын, діннен де шығарып жіберетін нәрсе. Ал енді бірақ шатасып, мысалы, нәпілді ниет қылдым десе, ол ода тұрған ешқандай келіп кетері әбестік жоқ екен. ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح дейді. Ол адам сапарда болсын, ауырып жатқан болсын, нәпілді ниет қылдым десе де, Рамазанның күні болса, немесе белгілі нәзір қылған, уәде еткен ораза күні болса, онда сол оразадан есептелінеді дейді. Дұрысырағы, Ханафи мазхабында дұрысырақ көзқарас осылай дейді. Сол неден оразасынан есептелінеді дейді. ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما дейді. Мысалы, Рамазанның оразасын ұстап жатқан адам қазан барады ғой деп, әлі Рамазан үкімдерін білмейді, қазасын ниет қылды. Ол тұрғылықты дені бастау, ауру емес, сол қазаны уәжіпті ниет қылса, өткен қазан ниет қылса, ол Рамазаннан болып есептелінеді дейді. Сол күнгі Рамазаннан болып есептелінеді дейді. Ал енді сапардағы адам болса дейді, сапардағы адам болса, فإنه يقع عما نواه من الواجب. Сапардағы адам Рамазанның орнына басқа қазасын ниет қылса, ол қазасы өтелінеді, Рамазан емес, қазасы өтелінеді деп Ханафи мазхабында айтылады дейді. Мысалы, Рамазанның күні сапарда жүр, сол сапарында өткен жылға қалып қойған Рамазанның қазасын ниет қылды, немесе нәзірін ниет қылды, немесе нәпіл ұстап бұзып қойып еді, бұзып қойған нәпіл оразасын өтеу, қазасын өтеу уәжіп болғандықтан сол уәжіпті өтеуді ниет қылды. Онда сол ниет қылған оразасынан есепке алынады дейді. Уақытылифат тарджих дейді. Енді ауырған адамның мәселесінде қайсысы ниеті дұрыс болады, қайсысы басым келеді дегенде талас болды дейді. Қандай фимарид ида науа ваджибан ахар фи Рамадан. Рамазанның кезінде ауырып жатқан адам ораза ұстамауына рұқсат бар. Ол сол ораза ұстады да не істеді, бірақ басқа бір уәжіпті ниет етті дейді. Басқа бір уәжіпті ниет етті дегені Рамазандан емес. Рамазан ниет еткен жоқ. Сол кезде ол Рамазаннан болып есептеліне ме, әлде сол ниет қылған уәжіп оразасы болып есептеліне ме, бұл жерінде Ханафи мазхабында талас бар екен дейді. ولا يصح المنظور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه. Енді уақыты белгілі, яғни мысалы 1 апрельде Алла үшін ораза ұстаймын деп ниет қылды адам. Сол уақыты белгілі оразада, нәзір оразасында басқа уәжіпті ниет қылуға болмайды дейді. Басқа уәжіп оразаны ниет қылуға болмайды. Уәжіп оразамыз не дедік? Мысалы, нәпілді қаза қылып алған болса, ол қазасын өтеу уәжіп болады. Сол уәжіпті ниет қылуға болмайды, өйткені сол оразасы ниет қылған оразадан өтелініп кетеді дейді. Аммал қисмус сәни, енді ниетке байланысты екінші ниеттің түрі, ма юштараты фи тайюнин ния ва табитуха. Ол арнайы сол қай оразаны ұстауды ниет қылған болса, сол ниетті арнайы істеу керек, және түннен бастап таң атқанға дейін ниетті жасау керек болған оразаның түрі. Яғни қай оразаны ұстайтын екенін нақты айту керек болған,
және нақты ойында болу керек болған, және сәресіге дейін, яғни таң намазына дейін ниетін жасап қою керек болған. Оразаның түрі қайсы десе, ол Рамазанның қазасы дейді. Мысалы, біреу Рамазаннан қаза жіберіп алды, сол қазасын өтеймін деген күні түннен бастап ниет қылу керек дейді. Яғни таң кіргенге дейін, таң уақытына дейін ниет қылу керек. Ол бір, және ниеті сол қаза Рамазаны деп, Рамазанның қазасы деп арнайы айту керек дейді. Яғни ойында болу керек. Екінші, сол осы шарт талап етілетін яғни бір нәпілді бұзып алған болса, оны қазасын өтеу уәжіп болады. Сол уәжіп оразаны да, мойындағы қаза уәжіп болған оразаны өтеу үшін де түннен бастап ниет қылу керек, сәресі уақытында, яғни таң намазы кіргенге дейін. Және де сол ниеті сол қаза болған оразам деп ниет қылу керек дейді. Келесі жәндегі таңға дейін ниет қылу керек болған оразаның түрі әртүрлі каффарат оразалар дейді. Кез келген каффарат оразалары сол таң намазына дейін ниет қылыну керек, және сол каффарат деп арнайы ниет етілу керек дейді. Және жалпы Аллаға уәде еткен болса, Аллам өзің үшін ораза ұстауға нәзір еттім деген болса, сол нәзірін бір күн өтемек болған болса, мысалы жаңағыдегі 2 апрель мысалы сол нәзірін өтеу ниет қылды. Онда сол таң намазына дейін сол осы ораза түрін ниет қылу керек, және сол нәзір еткен оразам деп арнайы атау керек екен. Сонда ниеті дұрыс болады екен. Демек, Рамазанның қазасын бұзып қойған, бұзып алған нәпілдің қазасын, және каффарат оразаларды, және уақыты белгісіз нәзір уәде еткен оразаларды түннен бастап ниет етеді таңға дейін, және де арнайы осы қай оразаны ұстамақшы, осы оразалардың арнайы атауын атау керек, яғни ойында болу керек дейді. Мына осы оразаларда, демек осылай істесе, не болады? Ниеті дұрыс болып есептелінеді екен. Мысалы, қандай нәрсе? Нәзір мұттақ, жалпы нәзір қылса, уақытын белгілемей нәзір қылу дегеніміз қалай десе, мысалы, егер Алла Тағала менің дертіме шипа берсе, мен сол Алла үшін ораза ұстаймын десе, онда шипа тапқан кезде не істеу керек болады? Ораза ұстау керек болады. Сол мезетте емес, бірақ ертерек істеу керек болады. Мойында қарызы. Міне, енді келесі бір тақырыпқа келдік. Рамазан айы қалай бекиді? Енді бұл Рамазан айы қалай бекиді деген мәселе қазіргі заманда техниканың дамығандығы үшін, және де бұны арнайы мекемелер өз мойнына алғандықтан, біздің халық оны жаңағыдай тексеруге не істемес. Былайша айтқанда, қазір онда ауыртпашылық қалған жоқ. Оны мысалы бізде Орта Азия бірауыздан осы Рамазан уақытын бекітеді. Орта Азия бірауыздан бекіткен кезде, демек әрбір адам өзі айды қарап күтуінің қажеті жоқ. Сондықтан бізде не істейміз? Белгілі тиесілі орындардың жауапкершілігіне сенеміз де, бұл тақырыптан біраз шегіреміз. Яғни бұл тақырыпта енді келесі тақырыбымыз оразаны бұзбайтын нәрселер. Сол мәселені айтып кетейік. 24 нәрсе оразаны бұзбайды екен. Мысалы, мәләу әкәлі ау шариба ау жама насиян дейді. Ұмытып, жесе, ішсе, жыныстық қатынасқа түссе, ораза бұзылмайды екен. Ұмытып дегені, яғни мүлдем ораза екенің есіңде жоқ. Ал есіңге түсіп қалған кезде, мысалы, аузында енді жұтайын деп жатқан нәрсеңді шығарып тастауың керек дейді. Ішейін деп жатқан нәрсеңді шығарып тастауың керек. Жыныстық қатынаста тоқтата қалуың керек. Сондай мәселелер бар. Демек, ұмытып жеп ішу, жыныстық қатынасқа түсу оразаны бұзбайды екен. Есіңе түсіп қалған кезде тоқтата қалсаң болды дейді.
وإن كان للناس قدرة على الصوم يذكره من رآه يأكل дейді. Енді онтып жеп ішіп жатқан адам күш қуаты болса дейді, оның онтып жеп ішіп жатқанын көріп жатқан адам, ораза екенін біліп тұр, және онтып жеп ішіп жатқанын білген адам не істеу керек? Егер оразаға шамасы жететін адам болса, оны ескерту керек дейді. Оразасын деп. Егер жеп ішіп жатқан адам, онтып жеп ішіп жатқан адамның ораза ұстауға шамасы болса дейді. Яғни бір қарт кісі емес, жас жігіт кісі болса. Бірақ бұл ескерткенде де білу керек, жұтайын деп жатқан кезде ескертпеу керек дейді. Қиындыққа туғызады. Жұтып болғаннан кейін, жұтатын нәрсесін жұтып болғаннан кейін, немесе әлі жұтпай жатып, не істеу керек? Ескерту керек болады. Ал енді күш қуатты әлді адамның ұмытып кеткенін ескертпеу көрген адамға ол мәкрух болады дейді. Күнә болады дейді. Немесе ұнамсыз нәрсе болады. Ал енді ұмытып жеп ішкен адамның қуаты әлсіздеу адам болса, мысалы қария кісі болса, онда оны ескертпей ақ қойғаны дұрыс болады дейді. Көрген адам ескертпей ақ қойса жақсы болады дейді. Содан кейін келесі оразаны бұзбайтын нәрсе. Ау анзала би назарин ау фикрин. Әйеліне қарап, мысалы, әйеліне қарап, немесе сол әйелін ойлау арқылы, қарау арқылы, немесе ойлау арқылы жаңағыдегі жүніп болып қалды. Не істеді? Жүніп болып қалды, ұрығы шығып кетті. Шахуаты шығып кетті дейміз. Бірақ ешқандай өзінің іс-әрекетінсіз, тек қана ойлау арқылы және қарау арқылы. Бұндай кезде ораза бұзылмайды екен. Тіпті көп қараса да дейді. Сол мысалы, енді мұсылман жайында жақсы ойлаймыз, сондықтан ол әйеліне қарады деп ойлаймыз. Мысалы, сол әйеліне көп қарады, немесе әйелін көп ойлады десе де, содан шахуат шығып кетті, жүніп болып қалды. Онда да ораза бұзылмайды екен. Ау иддахана, немесе денесіне май жақты. Ол кезде де ораза бұзылмайды дейді. Ау иктахала, немесе көзіне, жаңағыдегі көхіл дейміз, сүрме жақты. Ұнтақ нәрсе, көзіне ішіне себетін, жағатын нәрсе, соны жақты, олда да ораза бұзылмайды дейді. Тіпті дәмін, сол көзіне жаққан нәрсенің дәмін тамағынан тауып жатса да дейді. Немесе ау ихтажама, немесе хижам алдырды. Хижам алдырса да ораза бұзылмайды екен. Пайғамбарымыз хижам алдырған адамның оразасы бұзылды деген ұғымда хадисі, егер өзін әлсіретіп жеретін болса, қатты әлсіретіп жеретінде хижам алдырған болса, немесе қатты әлсіреп қалатын адамның хижам алдыруы оның сауабынан айырып жібереді екен. Сауабынан айырып жібереді, ал бірақ аузы ашылады деген ұғым жоқ. Өйткені ол хижама қан шығаратын нәрсе, ішке кірмейді. Немесе ғайбат айтса. Ғайбат айтқан адамның аузы ашылды деген пайғамбарымыз хадисі бар. Аузы ашылды дегенде ол жерде сауабынан айырылды деген сөз, Құдай сақтасын. Бірақ ол оразаны бұзбайды. Аунавал фитра валам яфтур. Немесе бір адам аузы ашуды ниет етті де, бірақ аузын ашқан жоқ. Болды, мен ораза емеспін деді, бірақ не істеген жоқ, аузын ашқан жоқ. Сол кезде де не болады? Оразасы бұзылмайды екен. Аудахала халқаху духанун била сунай. Немесе аузына түтін кірді дейді. Бізде негіз түтін бұзады, түтін бұзады. Бірақ өзінің іс-әрекетінсіз болса, ол түтін кірген түтін не істемейді, оразасын бұзбайды екен. Сондықтан сигарет шеккен адамның оразасы бұзылады. Ау ғубарын, немесе шаң кірді. Өзінің іс-әрекетінсіз, аузына шаң кіріп кетті, байқамаған кезде. Онда да оразасы бұзылмайды екен. Валау ғубару тахун ау зүбаб дейді.
Енді анау шаң, ол оның шаңы болса да бұзбайды екен, өзінің іс-әрекеті болмаса болды дейді. Немесе аузына шыбын кіріп кетті. Бұл кезде де оразасы бұзылмайды екен. Ау асару таамин адуя фихи дейді. Немесе жәндегі тамақтың не дейді, дәрінің әсері тамағынан табылса дейді. Яғни оның жәнде ашықтамасында бұлай айтады: фи халқихи ланнаху ла юмкин ихтираз анха фала юсфиду саум бидухулиха дейді. Мына жәндегі дәріні не істеген жоқ, жұтқан жоқ әлбетте. Бірақ сол даққан дәрісінің әсері неде? Тамағынан табылды, дәмі. Онда не істейді? Ол да оразаны бұзбайды дейді. Мұны осы жағдайдың бәрінде ораза екенін біліп тұрып істесе де, яғни әдейі істеген жоқ қой, ораза екенін біліп тұрса да оразасын бұзбайды дейді. Және оразасын бұзбайтын нәрсе жүніп болып ұйқыдан оянса дейді. Яғни ұйқыдан оянса жүніп болып қапты. Өйткені жүніптік оразаны бұзбайтын нәрсе, әдейі істемесе. Алда өтеміз, Құдай сақтасын, қолмен шығарса, немесе жыныс қатынасқа түссе, ораза бұзылады, және ки әдейі істеген болса кәффарат міндет болады. Бұл жыныс қатынасқа қатысты. Валау истамарра яуман бил жанаба. Сол жүніп болып, мысалы, оянды да күні бойы жүніп болып жүрді дейді. Аузын ашар кезге дейін жүніп болып жүрсе, ондай кезде оразасы бұзылмайды екен. Әлбетте онда ол күнә болады, өйткені намазы қаза болды. Ал бірақ күні бойы жүніп болып жүрсе де оразасы бұзылмайды екен. Енді жүніп болған адам айттық, ол не істейді? Аузын, мұрнын жай шаяды да тамағын өтіп кетпейтіндей, бүкіл денесін жуынады. Құлақ тесіктерін, бүкіл денесін жуынады, ғұсыл құйынады. Ол кезде ғұсыл құйынған болып есептелінеді де оразасы да бұзылмайды. Аузын ғырылдатып шаймайды, мұрнын таңайына дейін тартпайды, жай шаяды. Келесі оразаны бұзбайтын нәрсе аусабба фи ахлилихи маан ау духнан. Мына жәндегі зәр шығатын жолына, ер кісілер зәр шығатын жолына су немесе май тамызды. Бұл кезде де дәрі не болмайды, ораза бұзылмайды дейді. Ау хада нахран дейді. Мысалы, суға сүңгіді. Мысалы, содан құлағына су кірсе, немесе құлағының ішіне немесе сыртына су кірсе, жалпы құлағына су кіріп кетсе де ораза бұзылмайды екен. Бірақ енді суға сүңгу қатерлі іс болғандықтан ол мәкрух нәрсе. Бірақ оразаны бұзбайды. Егер ауыз мұрнынан су кірмесе болды, құлағынан су кіріп кетсе де суға сүңгіген кезде оразаны бұзбайды екен. Немесе құлағын жәндегі құлақ тазалағышпен шұқыды. Құлақ тазалағышпен шыққан кезде құлағынан кір шықты да, сол құлағында кірін қайттан сол не істеді, құлағына қайттан салып шұқыды. Кірін алып бастамай салып шұқыды. Ондай кезде де ол адамның оразасы бұзылмайды екен. Мысалы, аузына мұрынбоқ келді. Бұлайша айтқанда, маңқасы келді аузына. Оны не істеп алды? Әдейі тартып алды дейді. Анып аузына деп айтамыз, шатасып тұрмын, мұрнына. Мұрнына маңқасы келді, сыртқа шыққан жоқ әлбетте. Бірақ мұрнына маңқасы келген кезде тартып алып, не істеді? Жұтып жерді. Бұл да оразаны бұзбайды екен. Енді сол аузына келген қақырықты негізі шығарып жіберген жақсы дейді. Түкіріп тастаған жақсы. Әлбетте әдетте жұтпайсың, бірақ негізі түкіріп тастаған жақсы дейді. Өйткені бұл Шафиғи мазхабында оразаны бұзады дейді. Бізде бұзбаса да Шафиғи мазхабында бұзады. Ал басқа мазхабтағы қарама-қайшылықтан құтылу үшін, оларға қайшы келмейтін нәрсені істеу, бұл мұстахаб болып табылады.
Ханафи мазхабында. Ау зарахул қай уада би гайри суна. Мысалы, құсық келіп, өз еркімен қайтып кетті дейді. Құсық келіп, өз еркімен қайтып кетті дейді. Ол кезде де оразасы бұзылмайды екен. Мысалы, өз еркімен құсса да не болады? Өз еркімен құсса да, яғни әдейі қолын сұқпай құсты, яғни еріксізден құсты. Ондай кезде оразасы бұзылмайды. Сол өз еркімен келіп, өз еркімен қайтып кетсе, ауыз толатындай болса да, дұрыс көзқарас бойынша оразасы бұзылмайды дейді. Яғни өзінің ешқандай бір құсуға себепкер болған жоқ, құсықтың қайтып кетуіне де себепкер болған жоқ. Бұндай кезде ауыз толайтындай деңгей болса да, оразасы бұзылмайды дейді. Енді аузына келсе, ол өз еркімен қайтып кетті деген суреттелінбейді. Сондықтан бұл тамағына келіп қайтып кетті деген ұғымды түсінеміз. Аузына келген құсық толық болса, оны шығарып тастау керек. Ауыз тола құсық болса. Өйткені бұл ауыз тола құсық мысалы дәретті бұзатын еді. Осындай мәселені өттік. Әдейі құсса, қолын соғып өз еркімен, яғни өз себебімен қолын соғып мысалы құсатын болса, оразаны бұзатынын біз жоғарыда келесі сабақтарда айтамыз. Ау истақа ақалла мемел фәмихи арасай. Немесе аузын, келесі мәселе, қолын аузына соғып құсты, әдейі құсты, өзін құстырды, былайша айтқанда. Бірақ ауыз толмайтындай құсты. Ауыз толмайтындай құсты. Ауыз толмайтын дегеніміз дәрет мәселесінде айтты, ол дәретті бұзбайды. Ауыз толмайтындай құсты ма, ол оразасын бұзбайды екен. Егер ауыз толатындай болса, ораза бұзылады деген ұғым шығады осыдан. Уалау аадаху фи сахих. Сол құсығын қайтарып жерсе де, не істемейді, оразасын бұзбайды дейді. Яғни бұл аузынан сыртқа шықпаған кездегі мәселе. Ауа кәләмә байна аснанихи. Енді бұл жерде түсінуіміз керек, меніңше, Құдай білсін, қайтарып жеру деген кезде аузына келгенде ме, тамағына келгенде ме. Ол мәселеде бар мәселе, сондықтан сақтық ретінде аузына келгенде қайттан жұтпау керек. Енді еріксіз, қалаусыз жұтынып қойса, яғни қайтып кетсе, оқасы жоқ. Сосын тісінің арасындағы гарохтың, немесе ноқат деп айтады, осы кітапта, ноқаттың мөлшеріне жетпейтіндей ауыз қуысында қалдықты жұтса, онда оразасы бұзбайды екен. Яғни тамақ сәресін ішіп болды, сәресі уақыты бітті, таң намазы кірді, аузында не қалдық қалып қойды. Ол гарахтың мөлшеріне жетпейтіндей болса, ноқаттың мөлшеріне жетпейтіндей болса, онда оразаны бұзбайды дейді. Ол ноқаттың мөлшерінде, гарахтың мөлшерінде болса, оразаны бұзады екен. Мысалы, және оразаны бұзбайтын нәрсе, мысалы, күнжіт. Нанның үстінде, лепешка нанның үстінде болатын сондай күнжіттер. Сол күнжітті аузының сыртынан алды да, аузының сыртынан алып, естеді, оны шайнап, аузында жоқ қылып жүрді дейді. Және аузында жоқ қылып жүрді, және оның дәмін тамағынан тапқан жоқ. Дәмі тамағынан шыққан жоқ. Ондай кезде де оразасы бұзбайды екен. Оразасы бұзылмайды. Бұл осындай бір мағына, әдейі істемеу керек әлбетте адам. Бірақ бұл оразаны бұзбайтын нәрсе болып табылады екен. Алла Тағала ескен білгендеріңізде амал етуді нәсіп етсін.